Баршаңызға сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз көздегі теріскен. Жалпы бұл дерт көп жағдайда көз гигиенасын дұрыс ұстамаған жағдайда, кір сүлгімен сүртінгеннен, лас қолмен көзді сүртіп немесе уқалағаннан, суық тигеннен, иммунитеттің төмендеуінен, ағзаның әлсіреуінен, қан аздықтан шығады. Сондай-ақ организмге витаминнің жетіспеушілігінен болады. Бұл қандай витаминдер? Атап өтетін болсақ, бұл А, С, В витаминдері. Және де ауа райының қолайсыздығынан, күрт суытуынан, шаң тозаңның әсерінен орын алады. Жалпы теріскен бұл негізінен көздің және қабақтың айналасында қызыл болып бөртіп шығады да, сосын ісінеді. 3-4 күн өткеннен кейін ісіктің бетінде ірің пайда болады. Ісік жарылған уақытта ішіндегі толып тұрған ірің сыртқа шығады. Дерт көп жағдайда көз гигиенасын дұрыс ұстамаған жағдайда, кір сүлгімен сүртінгенде, лас қолмен көзді сүртіп немесе уқалағаннан пайда болады. Теріскен шыққан кезде жалпы көз дәрігеріне қаралған дұрыс, себебі асқынып кеткен жағдайда қан тамырларға жайылып, жаңағы менингит, сепсис деген сияқты дерттерге ұласуы мүмкін. Жалпы теріскенді емдеуде арнайы пайдалы және нәтижелі үй жағдайында жасалатын тәсілдер, ем-домдар жасалады. Теріскен шыққан уақытта теріскенді ешқашан қасуға болмайды. Оны емдеудің қарапайым тәсілі майлықты жылы суға малып алып, теріскен шыққан жерге басып қою керек. Енді үй жағдайында жасалатын тәсілдермен бөлісетін боламын. Біріншісі, жұмыртқаны таза пісіріп алып, мақтадан жасалған майлыққа орап, қабаққа қою керек. Екіншісі, қабығымен қайнатылған картоптың да пайдасы зор. Ол үшін қайнатылған картопты жылы күйінде қабаққа қою керек. Үшіншісі, теріскен енді шыға бастаған уақытта көзге таза сүлгіні сулатып ыстып басады. Немесе түймедақтан тұнба жасап, сүлгіні тұнбаға малып, ыстық күйінде басу қажет. Төртіншісі, теріскен шыққан көзді сарымсақпен 2-3 күн бойы ысқылап сүртеді. Бесіншісі, алоэ. Алоэның да өте пайдасы зор. Яғни көп жылдық алоэның бір жапырағын кесіп алады да, 1 шай қасық шырынын шығарып, таза ыдысқа құяды. 10 шай қасық қайнаған жылы су құйып араластырады. Дайын болған қоспаға таза дәкені малып, теріскен шыққан көзге таңады. Теріскен шыққан жерді 70% этил спиртімен сүртеді. Содан кейін тағы да әдістері: көзге теріскен шыққан уақытта күніне 3 мезгіл 1 лавр жапырағын жарты стакан қайнаған суға салып, 15 минутқа тұндырып жылы күйінде ішеді. Теріскен шыққан кезде көбірек сарымсақ жеу керек, және де қолыңызды тигізе бермей, қатаң түрде гигиенаны сақтау керек. Егер теріскен сіздің көзіңізге жиі шығатын болса, онда сізге А дәрумені жеткіліксіз болғаны. Ескерту: көзге теріскен шығатын болса, оны сығуға болмайды. Егер 5 күнде жазылмаса, көз дәрігеріне міндетті түрде қаралу керек. Үй жағдайында жасалатын емге мұқият болыңыз. Яғни бұл айтылған өнімдермен, яғни үй жағдайында жасалған өнімдермен сіздің ол өнімге аллергияңыз болуы мүмкін деген сияқты тұжырымдарға келуге болады. Жалпы теріскен шыққанда біздің ата-бабаларымыз ырым тиымдарды қалдырып кеткен, яғни бізге ең көп белгілі, көзге теріскен шығатын болса, қолға немесе білезікке қызыл жіп байлайды. Қызыл жіпті шыққан көзге қарама-қарсы жақ қолға байлайды. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.